Сәлеметсіздер ме балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы заттың атын білдіретін сөздер. Дені саудың жаны сау бөлімі. 31-ші сабақ. Оқулығымыздың 71-ші бетін ашамыз. Балалар, бүгінгі сабақта мұғалімнің көмегімен мәтінде кім, не туралы айтылғанын анықтайтын боласыңдар. Берілген тапсырмадан заттың атын білдіретін сөздерді тауып үйренесіңдер. Балалар, ойланып көрейікші, денсаулық дегеніміз не? Біз деніміз сау болу үшін не істеуіміз қажет? Қане ойланып көрейікші. Сабағымызды бастамас бұрын кішкене ойланып көрейік, балалар. Қанекей балалар, денсаулық ол баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүниеміз, біздің денсаулық. Деніміз сау болу үшін біз дұрыс тамақтануымыз қажет, балалар. Міне суретте көрсетіп тұрғандай, таза ауада серуендеуіміз қажет. Ұйқымыз қанық болу қажет. Жуынып, таза жүруіміз қажет. Және спортпен айналысуымыз қажет екен, балалар. Балалар, ендеше сабағымызды бастайық. Оқулығымыздың 71-ші бетінде орналасқан бірінші жаттығуды, яғни мәтінді түсініп оқимыз. Дені саудың жаны сау. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығына байланысты. Егер денің сау болсын десең, оны шынықтыру қажет. Дені сау адамның көңіл күйі жақсы болады. Ақыл ойы да тез дамиды. Сондықтан денсаулықты күту қажет. Бұл үшін дұрыс тамақтанып, тазалықты сақтау керек. Дене шынықтыру жаттығуларын үзбей жасау керек. Балалар, мәтін не туралы айтылған? Денсаулықты күту үшін не істеу керек деп ойлайсыңдар, балалар? Қанекей ойланып көрейікші. Қанекей балалар, тексеріп көрейікші. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші бізде мәтінде не туралы айтылған деген сұрақ бар, Мәтінде дұрыс тамақтанып, дене шынықтыру жаттығуларын үзбей жасау керектігі туралы айтылған. Екінші сұрақ, денсаулықты күту үшін не істеу керек деп ойлайсың? Денсаулықты күту үшін күн тәртібін сақтап, айтылған кеңестерге құлақ асу керек. Балалар, сендерде де дәл осылай жауап болды ма? Егер дәл осылай жауап болған болса, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, келесі тапсырмамыз оқулықтың 72-ші бетінде орналасқан екінші жаттығу. Көрсетілген нақыл сөзді дәптерге көркем жаз. Тазалық денсаулық кепілі. Денсаулық байлық негізі. Балалар, жұмыс дәптеріміздің 22-ші бетін ашып орындаймыз. Келесі тапсырма 3-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Заттың атын білдіретін сөздерді тап. Ақын, әнші той бастар, шешен адам сөз бастар. Батырлар бар қол бастар, көпті көрген жол бастар. Кенен Әзірбаевтың өлеңі екен, балалар. Балалар, өлеңді көркем, сауатты көшіріп жазамыз. Және заттың атын білдіретін сөздерді табамыз. Қане ойланып көрейікші. Қанекей балалар, ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Демек,
Заттың атын білдіретін сөздер ол ақын, әнші, адам, батырлар деген бұл заттың атын білдіретін сөздер екен, балалар? Балалар, сендерді дәл осылай тапты деп, мен сенімдімін сендерге. Келесі тапсырмаға көшейік, балалар. 4-ші жаттығу. Оқулығымыздың 72-ші бетінде орналасқан. Әріптер мен сандарды пайдаланып, жасырынған сөздерді тап. Сол сөздерді қатыстырып, сөйлем құра. Балалар, бізде міне әріптер мен сандар берілген екен. Осы сандардың мен әріптерді пайдаланып, жасырынған сөздерді біз табуымыз қажет екен. Және оны тапқаннан кейін сол сөздерді қатыстырып, сөйлем құрауымыз қажет. Міне қараймыз, балалар. 5 деген санның үстінде Ш деген әріп тұр. 3 деген санның үстінде I деген әріп тұр. 4 деген санның үстінде М, 3 деген санның үстінде I, 6 деген санның үстінде Р деген әріптер орналасқан екен. Бәрін біз жиыстырып, жинастырған кезде қандай сөз шықты? Шымыр деген сөз шықты. Балалар, дәл осылай біз не істеуіміз қажет? Осы үлгіге қарап, сөздерді табуымыз керек. Және ол сөздерді тауып болғаннан кейін, оларға не істеуіміз қажет екен? Сөйлем құрастыруымыз қажет екен. Қанеке, ойланып көрейікші. Қандай сөйлем таптыңдар сендер? Ал қанеке, балалар, ойланып болған болсаңдар, тексеріп көрейік. Демек, шымыр, мықты деген сөздер шығыпты. Демек, бұдан біз қандай сөйлем құрастырсақ болады екен? Үнемі дене шынықтыру жаттығуларын жасасаң, шымыр, мықты боласың деген сөйлем құрастырсақ болады екен. Балалар, сендерді дәл осылай тапты деп ойлаймын мен. Егер дәл осылай тапқан болсаңдар, жарайсыңдар, сабақты түсінді деп ойлаймын. Балалар, енді сабақ түсінікті болған болса, бағалау бағдаршам арқылы бағалап көрейік. Балалар, егер сендер түсінген болсаңдар, жасыл түспен, яғни түсіндім, түсінген сияқты болсаңдар, сары түспен, мүлдем түсінбеген болсаңдар, қызыл түспен дәптеріміздің бір шетін бояймыз. Әрине, егер сендер түсінген сияқтымын, мүлдем түсінбеген болсаңдар, сабақты басынан бастап көрулеріңе болады. Бірақ мен сендерді түсінді деп ойлаймын. Балалар, келесі кездескенше сау болыңдар.